Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Сабақтың мақсаты Тоқтар Әубәкіровтың сұхбатын оқу, тілдік құрылымдарды қолдануды үйрену. Сегодня вы на уроке будете читать интервью Тоқтара Әубәкірова, а также научитесь использовать языковые конструкции. Алдымен жаңа сөздермен таныс болайық. Батыл, смелый, марапаттау, награждать, марапат, награда, айналу, вращаться. Алдымыздағы кестеге назар аударайық. Кестеде тілдік құрылымдар. Онымен таныс болып, өздеріңде мысал келтіресіңдер. Итак, ознакомимся с языковыми конструкциями. Бірінші сөйлемді алайық. Әнші болуды армандадым. Бұл жедел өткен шақта тұр. Я мечтал быть певцом. Бұл сөйлемде етістік жедел өткен шақта көрсетілген. Жедел өткен шақ – очевидное прошедшее время. Используется, когда нужно говорить о прошлом без уточнения времени. Это время выражает очевидное однократное действие. Здесь армандадым образовано путем присоединения к основе глагола с суффикса «д» и плюс личное окончание первого лица. Мен оған сыйлық беретін едім. Я дарил ему подарки. Ауыспал өткен шақта тұрған етістік. Здесь глагол в переходном прошедшем времени обозначает длительное, повторяющееся и привычное действие в прошлом. Как же оно образовано? Образовано при помощи присоединения к глаголу суффикса «етін», затем вспомогательный глагол «еді» и личное окончание. Өзімді нағыз батырдай сезіндім. Почувствовал себя как настоящий герой. Бұл сөйлемде батырдай, как герой сөзі туынды сын есім. То есть это производное прилагательное. Слово «батыр» существительное, «дай» образует прилагательные. При помощи присоединения к существительным суффиксов «дай», «дей», «тай», «тей» образуется прилагательные подобия. Арманыма жақындай бастадым. Начал приближаться к мечте. Бұл жерде ауыспалы келер шақ, то есть переходное будущее время. Используется, когда говорится о будущем, в котором говорящий уверен. Образуется путем прибавления к корню глаголов одного из суффиксов «а», «е» и краткое. Здесь к исходному глаголу «жақында» присоединили суффикс и краткое. Затем к другому глаголу присоединили суффикс «д» и плюс личное окончание. Келесі мәтінді бірге оқиық. Мен аспаннан ең алғаш ұшақты көрген күннен бастап, ұшқыш болуды армандадым. Менен сол кезде нені жақсы көресің деп біреу сұраса, ұшақты жақсы көремін деп жауап беретін едім. Аспан әлеміне қызықтым. Мен Ресей еліндегі Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесін бітірген соң, арманыма жақындай бастадым. Алдымен ұшқыш, одан кейін звено командирі болып қызмет атқардым. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқыдым. 1990 жылы мен ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алдым. Сөйтіп, 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастадым. Осы жыл 2 қазанда мен ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұштым. Мен осылай ғарышкер атандым. Ғарыш кемемен жер шарын айналып шығу ғылым үшін өте маңызды. Жас ұландарды ғарышкер болуға шақырамын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сұрақтарға мәтіннен жауап тауып айт. Мы с вами прочитали текст, а теперь ответьте на следующие вопросы по тексту. Тамаша, өздеріңді тексеріңдер. Келесі
жаттыға көшейік. Көп нүктенің орнына керекті сөздердің бірін қойып жаз. Вставьте пропущенные слова. Используйте ключевые слова. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Оқушылар, сендер білесіңдер ме? Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдырып, ұшу сапарын тоқтатпай батыл әрекет етеді. 1989 жылы бірінші болып авиа тасушы крейсердің алаңқайшасына МиГ-29К реактивті ұшағын қондырды. Сондай-ақ реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. Оған осы батылдығы үшін 1988 жылы Кеңес одағының батыры атағын берді. Ал 1995 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын алды. Оқушылар, осы айтылған мәліметтерді есте сақтай жүріңдер. Енді мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Батыл әрекет жасаған кездерің болды ма? Ғарышкерлер жаттығу кезінде неліктен айналады? Вы когда-нибудь совершали смелый поступок? И почему космонавты вращаются по центрифуге во время тренировки? Ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Иә, мен ағаш үстіндегі мысықты жерге түсіруге көмектестім деп, мүмкін біреулерің осындай жауап берерсіңдер. Да, я помог достать кота с высокого дерева. Вот так могут кто-то из вас ответить, что это смелый поступок, да? Ғарышкерлер жаттығу кезінде неліктен айналады? Ғарышкерлердің төзімділігін қалыптастыруға көмектесу үшін айналады. А вот почему космонавты вращаются? Потому что они должны повысить свою выносливость. Здесь обратите внимание, батыл и батыр синонимы, то есть смелый, отважный. Оқушылар, бүгін сабақта Тоқтар Әубәкіровтың сұхбатын оқыдыңдар, тілдік құрылымдарды қолдануды үйрендіңдер. Үйге тапсырма, ғарышкер болғым келеді тақырыбына мәтін жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.